1974 жылы 19 мартта осы Жезқазғанда туып өстім. Үлкен отбасы семьяда өстім өзім. Сол әке-шешем сол 16 баланы туып өсірді. Сол 16-ның ішінде 11-ші мен боламын өзі. Өзі 8 ұл, 8 қыз біз өзі. Еңше орта мектебін бітірдім. 8 класстан. Сосын училищеге кеттім. 9-шы училищеде слесарь электросварщик мамандығын алдым. Осы жерде практикада өттім. Электроэлектнада. Тоқсан екінші жылы армияға кеттім. 2 жыл 9 ай болдым. Осында келдім. 94 жылы ноябрьде келдім. Осы жаққа келіп заявление жаздым заводқа. Алдында практика өткесін, сразу без проблем алды. Электроэлектр цехтан бастадым өзім. Уақыт дегенде зымырайды екен. 29 жыл кетті уже. 95 январында қабылдады. Содан келіп жатыр. Бірінші электроэлектнада істедім. Панасосым бригадир болдым. Содан кейін 7 жыл істедім ол жақта. 7 жылдан кейін цех подготовки шықты бар. Сол жаққа ауысып кеттім. Ол жақта резинщиктерде болдым. По конвейерам. По конвейерам резинщиктерде істедім 2 жыл. Өрде де опыт набрал. Сосын плавильныйға ауысып кеттім. Плавильныйға ауыстым. Сол берде жаңа конвертен отделениеге келдім. Дежурный слесарь болып. Посмена жұмыс істедім. Дежурный слесарь болып жүр. Сосын процесске қарадым. Жаңа мысты қалай балықтатын, сол бәрі қызық болды өзіме. Қызық болғасын, өзім ауысып кеттім соған. Технолог болып. Технолог болып, содан 2006-та ауыстым ба, содан бері келе жатырмын ғой осы. Бізге напротив электропечной болады. Электропечнойдан жидкий сплав береді. Суфит железа, жаңа штейн дейді. Сол штейн 50% болса, сол бір ковш штейн 28 тонна деп есептеледі. Сол 28 тоннадан 2 ковш құяды біздің конвертерна неге, бөшкеге, горизонтальный. Сол 2 ковш құйғаннан кейін, это уже получается 56 тонна. Сол 56 тонна подутия қоясын, сжатый воздухпен айналдырады, қызиды ол конверт. Үстінен флюсі руда қосып отырасың. Рудасын алып ағасын, қыздырып ағасын, уже тағы да 3-ші ковш штейн алады. Шиш конверт лет сварил. Например, плюс-минусты басамыз, конвертті аударамыз, мұсы түсті. Енді жаңа конверттің шығынына қараңдар енді. Ондай шықта енді оңай емес. Жаңа шлаг құйғанда, меди шлаг құйғанда почти 1300 градус қой, ана ыстығы ұрады. Пішкенеген болды, дымасөсін сөндіресің, оператор отырады, операторға айтылды, мыс пісті деп. Шамалдан кейін астында даварқы шлагын алып тастайды, ковштағы. Сосын медный ковш отдельно, 10 кубы болса, медный ковш 8 кубы болады, мыс тасиды. Сол 8 кубы мен мыс тасиды сосын. Бригадада менде слесарь, электригімен санағанда 16 адам ғой. Раскомандировка өтсет, мастер. Кім бәрін өзін жұмысын, заданиясын білет. Коллектив екінші семья ғой, по поводу. Жарты өмірін шитай осындасын. Постоянно жұмыс. Екінші отбасы болып кеткен ғой уже. Бір-бірімен сыйласып, семьямен да сыйласасын. Өздері сайлады, өздері сыйлайды. Едіген енді мен осы келгенде слесарь болып келді. Конвертерный отделениеға.
содан бері енді танимын. Бизнесменде жүрді ол талай. Одан ол перевод алды. Неге? Конверт. Одан бері бір 20 жылдан асты. Бұл ағасы менімен бірге істеген крановщик болып туған ағасы. Бұның өзі қазір енді жақсы адам болғасын бригадир болып жүр бірісімен де. Жайдан жай адамды қоймайды ондай жерге. Енді бәленбай жыл істеген стажы бар. Бәрі бәленбай адамды қарап отыру оңай емес. Бәрі жақсы жігіттер. Өз арасында жартысы ішінде бұрыннан келатқан жартысы бұрыннан келатыр, жартысы 4-5 жыл болып қалды дегендер. Молодежь. Бір жағынан газ, жағынан шам, жағынан шум, еще нелер холодный присадкалар түседі, оларды да көтересің, кранмен да көтересің. Бұлайды бригадамен жабылып нететін да уже бітіру үшін тоже. Кім бос, солар шақырып аласың. Солар көпшілікпен бітетін шаруа ғой, қарап отырсаң, бәрі любой нәрсе. Осы жерде өзім электролитті істеп жүргенде жолдасыммен таныстым. Өзім жолдасым да осы жерде істейді, управлениеде. Танысқанда электролитінде жүргенде мен онда 26-тамын ба, 27 жасында үйлендім өзім, 5 үйлендім. Жүріп қалдық қой біраз. 2001-де үйлендім ғой. Онда әйелім лаборантка ма, бір нәрсе істеп жүрді осында. Сонда танысып осында. Считай, уже 22 жыл болды қазір үйленгенде. Өзінің айтуы бойынша енді бір жыл ма, 2 жыл ма артымнан жүріпті әйтеуір. Мен білмеймін. Аңдып мен үйге дейін апарып салады екен, солай жүріпті. Сосын 2000 жылдар біз 8 марттан кейін 13 мартта сондай таныстық. Оның өзінде жұмыста лаборатория металлургияда істеймін, инженер болып. Сосын сол жердің сотрудниктері мамандар айтты, шақыр, сынайық деп. Сосын шақырдан өзі келді. Сол сөйтіп таныстық. Білмеймін, ол уақытта жұмыстан келесің, шаршап келесің, құлағың келіп тұрады. 1 сағат қисаясында бітті, как көбелік сәт ұшып кетесің ғой. Не жамандыр өтті ғой. Екі қызым бар өзі. Үлкен қызым 21-де қазір. Астанада оқиды. Кіші қызым мектепте. 8 оқиды. Енді үлкен қызым дизайнер боламын дейді. Кіші қызым тіс дәрігер боламын. Өздері, бізде кезінде мектепте айтып жүреттіңіз тоже, мен дәрігер боламын. Дәрігер болмай металлург болып кеттік, не знаю. Демалыс болғанда, менікі смен ғой, елімдікі суббота воскресенье демалады. Бұлай десе, суббота воскресенье бірге нетіп қалса, онда кетесің. Демалысқа бір жаққа, дачаға кетесің, көлдің жағасына. Жұмыстан бөлек, рыбалка, балықпен айналысам берізде өзім. Сол дача, рыбалка. Рыбалка ол кішкентай кезінен бастап қой. Постоянно. Ол бізді кішкентай кезімізде еще қармақ жақ проблема тұғын ол уақытта. Қармақ нештер, спингта нештерлер бар, лодкада бар, бәрі бар, палаткада бар. Сразу ночевкамен де кетіп қалуға отыр рыбалкаға.
заводтың бәрін металлургтер күнімен құттықтаймын. Бастары аман болсын, главный бірінші денсаулық. Уайымдар жоқ болсын, ақшалар көп болсын. Семьяда бақыт бәріне. Қазақымыз ол өркене берсін. Ары қарай енді заводымыз өсе берсін, дамый берсін.